Аяз ата қыстың, аяздың бейнесінен шыққан ертегі кейіпкері. Ертеде адамдар табиғатты тірі күш деп сенген. Қыстың қатты суығы, бораны мен аязы тірі бейне ретінде елестеткен. Ол кезде бұл кейіпкер қатал, суық мінезді болып, адамдарды тондырып, егінді үсітіп жібереді деп сенген. Уақыт өте келе, халық ертегілерінде бұл бейне өзгере бастайды. Аяз ата еңбекқор, сабырлы адамдарға жақсылық жасайды, ал жалқау, әділетсіз адамдарды жазалайтын кейіпкерге айналады. Ертегілерде ол әділеттіліктің белгісі ретінде көрсетіледі. Осылайша қорқынышты Аяз ата бейнесі біртіндеп жұмсарып, адамдарға жақын кейіпкерге айналады. 19 ғасырдың соңына қарай Аяз ата қорқынышты емес, дана, әрі сабырлы қарт ретінде елестете бастайды. 20 ғасырдың басында, әсіресе Кеңес одағы кезінде, Аяз ата жаңа жыл мерекесінің басты кейіпкеріне айналады. 1935 жылдан бастап ол балаларға сыйлық әкелетін, шыршаның қасында жүретін мейірімді ата ретінде кеңінен таралады. Сол кезде оның жанына Ақшақар пайда болады. Ақшақар Аяз атаның немересі ретінде таныстырылып, балалармен ойнап, ән айтып, мерекені көңілді ететін кейіпкерге айналады. Осы уақыттан бастап Аяз атаның сыртқы бейнесі де қалыптасты. Ол ұзын ақ сақалды, қалың қызыл немесе көк тон киген, қолында сиқырлы аса таяғы бар қарт делінген. Бүгінде Аяз ата жаңа жылдың символы, балаларға қуаныш сыйлайтын ертегі кейіпкер болып қалыптасты.